Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өнер музейі сіздердің назарларыңызға Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығына арналған виртуалды көрмені ұсынады. Бұл көрменің негізін қазақстандық және кеңестік суретшілер, соғысқа қатысқан және тыл еңбеккерлерінің қатысушыларының батырлары мен олардың ерлік істеріне арналған туындылар құрады. Көрмеде Қазақстан бейнелеу өнері, сондай-ақ шет ел өнері қорының кескіндеме, графика және мүсін шығармалары ұсынылған. Ұлы Отан соғысы туралы естелік тарихта мәңгі жасайды және жыл сайын мереке қарсаңында ардагерлер қатары азайып барады. Қазіргі өміріміз үшін біз оларға қарыздармыз. Бірақ өкінішке орай суретші ардагерлерден аз ғана адам қалды. Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстан суретшілер одағының 50-ден астам мүшесі майданға аттанып, олардың кейбірі жараланып, жүйкелері зақымданды. Ал суретшілердің көбісі отан алдындағы борышын өтеп, майдан даласында қаза тапты. Алайда олардың өнері өздерінің туындыларында өмір сүруді жалғастыруда. Ұсынылған есімдердің арасында майданнан оралмағандардың қатарында Леонид Гербановский, Александр Евдоков, Александр Заковрящин, Элькин, Ильин және Әбдіғани Ташбаевтар бар. Майданда қаза тапқандарды еске алуға құрметпен қараймыз. Көрмеде сонымен қатар әскери борышын абыроймен орындалған суретшілердің туындылары да қойылған. Олардың көпшілігі жарақат алған, бірақ майданнан оралған. Ұрыстарда көрсеткен батылдығы мен ерлігі үшін олар медальдар мен ордендермен марапатталған. Бейбіт өмірге оралғаннан кейін соғыс тақырыбы көптеген жылдар бойы олардың шығармашылығында, олардың басына түскен қиын күндер мен ауыр сынақтар туралы баяндауларда бейнеленді. Олар көрген және бастан кешіргендерін қағазға түсіріп алуды болашақ ұрпақ алдындағы борышы деп білді. Бірақ сонымен бірге соғыс олардың туған табиғатына, бейбіт өмірдің сұлулығына деген сезімдерін күшейтті. Қазақстандық және кеңестік суретшілердің туындылары ерекше орын алады. Олар тылда көптен күткен жеңісті еңбектерімен жақындатуға көмектесті. Олар өз шығармаларын соғыс батырларына арнады. Мысалы, Нағымбек Нұрмұхамедовтың ерлік туындысында және мүсінші Александр Пономаревтың Кеңес одағының батыры Мәметованың мәрмәр бюстінде, сондай-ақ графикші Махум Қисамидиновтың жас ұрпақ Әлия линогравюра топтамасында суретшілер Кеңес одағының батыры атағын қазақ әйелдерінің ішінен алғашқы болып алған пулеметші Мәншүк Мәметова мен мерген снайперші Әлия Молдағұлованың бейнелеріне жүгінді. Екеуі де еріктілер ретінде майданға өте жас болып аттанып, қазақ эпосының кейіпкерлері секілді ержүректілікпен ажал құшты. Ұсынылған суретшілердің көпшілігі авиация генерал-майоры, ұшқыш, шабуылдаушы Талғат Бегелдиновтың бейнесін сомдады. Ол 2 мәрте марапатқа ұсынылып, Берлиннің стратегиялық шабуылдау гвардиясында жеке жауынгерлік ерлігі мен эскадриланы шебер басқарғаны үшін 2-ші алтын жұлдыз медалімен марапатталған.
оның портретін Тұрсын Әбуов, Нағымбек Нұрмұхамедов пен Баки Орманшы сияқты қылқалам шеберлері салған. Атымбай Молдабековтің 1945 жылдың көктемі туындысында батырдың бейнесі гүлденген көктем пейзажымен салыстырылады. Автор кенептің түрлі түсті мәніне, оның көрерменге эмоциялық әсер ету үшін күрескен. Лирикалық, жарқын нота монументалды шығарманың көңіл күйін де анықтайды. Молдабеков жасаған бейнелер әрдайым дерлік ұлттық өнердің шегінен шығып отырды. Оның кейіпкерлері интернационалдық, олардың идеялары жалпы адамзаттық. Көрменің нағыз сәні мынадай көркем туындылар болды. Дала лагері, майданға нан және әкеге хат, кескіндемеші, жазушы әрі график Марис Хитахуновтың туындылары. Кеңес одағының батыры Сергей Луганскийдің портреті, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген суретшісі Баки Орманшыға тиесілі. Және Мұхит Қалимовтың Қазақстан суретшілері, Ұлы Отан соғысының қатысушылары туындысы және тағы басқалары. Виртуалды көрмеде Балтық жағалауы, Беларусь, Украина, Орта Азия, Ресей, кеңестік одақтық республикалардың өкілдері, суретшілерінің жұмыстары ұсынылған. Бұл ұмытылмас уақыттың оқиғаларын жеке басынан өткерген, ұрыстарға қатысқан, өмір бойы Ұлы Отан соғысы жылдарын сезінген және есіне сақтаған бейнелеу өнері шеберлерінің шығармалары ерекше құнды. Ұлы Отан соғысына қатысқан кескіндемеші Илья Сергеевич Глазуновтың соғыс жылдары туындысы. Бұл дипломдық жұмысқа айналуы керек болған 1956 жылғы суретшінің әйгілі туындысының толықтай қалпына келтірген ұқсас нұсқасы. Бірақ автор кейіннен тақырыпты өзгертті. 1985 жылы бүкіл одақтық көркемөнер өндірістік комбинаты сатып алу негізінде туынды Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейі қорына сатып алынды. Осылайша атақсыз суретшінің шығармасы музей жинағына алынды. Қазіргі таңда белгілі суретшінің аталмыш туындысы музей коллекциясын көрікті етуде. Соғыс кезінде суретші Глазунов Ленинград қаласының қоршауын басынан өткізді. Барлық жақын туыстардың ішінен тек Илья ғана аман қалды. Сол кезде жалғыздық сезімі менің жанымды иеленді. Блокададан кейін мен қатты кекештенгенімнен тіпті бастапқыда ауыл мектебінде жазбаша түрде жауап бердім. Соғыстың алғашқы күндерінде адамдарды алаңдатқан белгісіздік, болашақ туралы алаңдаушылық пен қорқыныш соғыс жылдары монументалдық кенебінде көрініс табады. Сюжет автордың жеке әсерлеріне негізделген. Жас баланың көз алдында болған оқиғалар оның жадында мәңгі сақталып қалды. Сондықтан да Репин атындағы Ленинград көркемсурет мүсін сәулет институтының түлегі Илья Сергеевич Глазуновтың бұл тақырыпты не үшін таңдағанына күмән жоқ. Музалар үнсіз қала алмайтын кездерде суретшілердің алдында халықты оптимизм мен батырлық, мазмұнға толы шығармалармен барынша қолдау міндеті тұрды.
Ұлы Отан соғысының батырлары ғана емес, сондай-ақ отанын қорғауға аянбай қарсы тұрған барлық кеңес халқының бейнесі, Самохваловтың «Әйелдің портреті» 1943 жылғы туындысы, Кунцтың «Тапсырмаға» 1965 жылғы және Дрючиннің «Сарбаздың портреті» 1956 жылғы шығармаларында бейнеленген. Олардың батыл және мақсатты келбеті біздің болашағымыз өзіміздің қолымызда екенін білдіріп, жеңіске деген сенімді оятады. Бұл өз отанын, бостандығын, бейбітшілігін соңына дейін қорғайтын нағыз батырлардың бейнесі. Соғыс жылдарындағы көркем әлемде графика өнері ерекше орын берілді. Үгіт-насихат пен патриоттық плакаттар, көмірмен немесе қарындашпен салынған суреттер халыққа дем беретін, шабыттандыратын және жанашыр болған барлық азаматтардың, әскерилердің бет әлпетін жауынгерлік көріністерге жылдам жауап қайтаруға және суреттеуге мүмкіндік береді. Олег Васильевтің «Ұлы Отан соғысы күндері» 1957 жыл, Адольф Алексеевтің «Мәскеу» 1941 жылғы топтамасының графикалық парақтары, Ростислав Гореловтың «Кремль шабуылы» 1957 жылы, Виктор Бебековтың «Оңтүстік айлақтағы Севастополь» 1947 жылғы туындыларында ауыр соғыс шайқастары бейнеленген. Суреттер соншалықты шынайы болғандықтан, көрермен зеңбіректердің жарылысы мен шайқасып жатқандардың дауысын ести алды. Суретші Дмитрий Дмитриевтің «Азамат соғысына» 1957 жылғы автолитографиясы мен Алексеевтің «Шығарып салу» 1967 жылғы туындысында майданға аттанған сарбаздардың үй-ішілермен қоштасуының лирикалық көрінісін жеткізеді. Көздің жасын ұстап тұру қиын, тіпті мүмкін емес. Осы көрмеде ұсынылған және кадр сыртында қалған барлық туындылардың негізінде өмірді сүйетін дүниетаным мен олардың авторларының әлемнің сұлулығының шексіз алуан түрін көре білуі жатыр. Ұлы Отан соғысының ардагер суретшілерінің өнері, жалпы соғысқа және тылға арналған туындылары, қаза тапқан жауынгерлерге арналған ескерткіш және тірілерге жер бетіндегі өмір мен бейбітшілікті сақтауға үндеу болып табылады. Соғыс жылдарының тарихи жадын сақтау бұл әрқайсымыздың борышымыз. Қиын кезеңдегі оқиғалардың шежіресі бүгінде кинематографияда, фотоматериалларда және әрине соғыс батырларының портреттерін мәңгілікке қалдырған суретшілердің туындыларында, шығарма авторын алаңдатқан сезімдер мен ойлар сол қиын кезеңнің деректі куәгері болып қалады. Бірақ көктеммен бірге әр үйге, әр отбасына жеңіс күні келеді. Бүгін біз соғысқа арналған суретшілердің туындыларына қарап, оларды жасаған адамдар мен олардың кімдерге арнағаны туралы ризашылықпен ойлаймыз. Өйткені бұл туындыларда отан бейнесі, халықтың батыр бейнесі барлық қырынан пайда болады.